Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте оңай дайындалатын тирамису дайындайтын боламыз. Жұмыртқаға қантты біріктіріп миксерлейміз. Бізде қоспа әппақ көбік болғанша асықпай миксерлейміз. Кейіннен үстіне алдын ала өлшеніп қойған ұн, какао, қамыр қопсытқышты саламыз. Тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде қою, қоймалжың қамыр шығады. Арнайы формаға құйып 180 градуста пісіріп аламыз. Қазіргі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Сүтке қант, ұн және де жұмыртқаның сарысын саламыз. Араластырамыз. Толықтай араластырып алғаннан кейін ванилинді салып араластырамыз. Баяу отта үздіксіз араластырып тұрып қайнатамыз. Бізде крем қойылады. Сол кезде басқа ыдысқа көшіріп аламыз да бетін жауып тоңазытқышқа салып салқындатып қоямыз. Пісіп шыққан жаңағы бисквитімізді екіге бөлеміз ортасынан. Қазір пропитка дайындаймыз. Кофемен, қант және ыстық сумен. Бисквиттің бір бөлігін пропитка жасап аламыз және де жаңағы дайындап қойған кремдің ортасына салатын боламыз. Ортасына толықтай жағып шығамыз. Келесі бисквит үстіне қойып, тағы да пропитка жасаймыз. Қалған кремді оның үстіне жағамыз. Бетін жауып тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырып қоямыз. Біздің тирамисуымыз дайын. Бетіне қалауыңызша какао, ұнтағын сепсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, шығыны аз, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ақбота.